өрт болып жатыр. Қарап тұрсаңыздар, халық өздері сияқты мына жерде қызыл пожарный көліктер көрінбейді. Өкінішке орай реттік ұшақтар аз десек те болады. Жеке үйлер өртеніп жатыр. Және де қару-жарақ дүкені өртеніпті деп айтылып жатыр енді бұл жерде. Екі мың квадрат метрден көп жер өртке шомылыпты. Мұндағы өрт қызметкерлерінің жұмыстары барлығы алып күресіп жатыр, арпалысып өртпен. Өкінішке орай өрт көп жерді алған, және де техниканың өте аздығы өртті сөндіретін. Оның үстінен халықта зардап шеккендер бар. Оларды эвакуация жасайтын көліктердің аздығы. Өздері эвакуацияланған адамдар да көп. Қарап тұрсаңыздар, өте қауіпті жұмыстары өрт сөндірушілердің. Анау неғып тұр? Шлангымен су тасымай ма, шелекпен ба? Барлығы қолдан келгенше іс-әрекет жасау керек қой. Жақсы, және жаңағы алаулап жанып тұрған өртті сөндіргендей болды. ішінен шығып жатыр бірақ. Кинода көреміз ғой, өрт сөндіретін қалың напорма ұрып жататын ше. Мына жерде жұқа сияқты шлангының басы. Өкінішке орай бұл киномен шындықты көрсетеді, немесе бізде бар осы үлкен мынау баллонның аузындай шлангілер жоқ, немесе су жоқ, техника жоқ деген сияқты мәселе болуы мүмкін. Өшті ма, не өшіріп қойды. Мұнда келіп істемекші. Енді суды үнемдеп жатыр ау деймін. Суды алып келуге қиын мәселе болып туындаған болуы мүмкін. Бұл жерде көліктер аз болуы мүмкін. Аумақ 3000 гектар. 100 гектарға бір тікұшақтан болғанда 30 тікұшақ болу керек пе кемінде. Қазір көріп жатқанымыз тікұшақ емес, жаңағы дейтін ұшақ бар еді ғой, сол секілді. Енді тікұшақта, мынау ұшақтарда техникалардың барлығы СССР-ден қалған болып тұр. Өкінішке орай бізде жаңа не жоқ па деген сияқты сұрақтар туындайды.
зардап шеккендерге қаржылай көмек туралы айтылып жатыр. Қаржылай көмекте 2 жылда 2 рет 400 мың береді екен мемлекет. Енді мемлекет жай ғана 400 мың бермей, айырылған мүліктердің бәрін орнына келтіріп берсе, жаңағы үйлерін, үй қасында қораларын, малдар болса малдарын көтеріп беретін болса, көліктерін көтеріп беретін болса дұрыс болады.